أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ربي يسر ولا تعسر بتمم بالخير ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Құрметті жамағат, енді Юсуф сүресі және оның ішінде қамтылған оқиға, Құранда ешбір нәрсе жайдан жай жазылмайды. Ондағы жазылған нәрселердің барлығының мақсаты осы Құранның ішіндегі шындыққа, ақиқатқа біздің амал етуіміз үшін екен. Алла Тағала Құран кәрімде осы Юсуф сүресін Юсуф алейхиссаламның атымен, Юсуф пайғамбардың атымен атаған, білесіздер. Алла Тағала Құранның осы аят, сүренің басында Алла Тағала айтады: Астаиду билла, алиф лам ра, тилка аятул китабил мубин. Бұлар ашық, айқын кітаптың аяттары деп бастайды Алла Тағала. Яғни қарап отырсақ, Құран кәрім біз үшін өте айқын, ашық күйде бізге түсірілген екен. Және Алла Тағала жалғасында айтады: Астаиду билла, инна анзалнаху Құр'анан арабиян лааллакум таақилун. Садақаллахул азим. Біз расында Құранды дейді, араб тілінде түсірдік, сендер ақыл етулерің үшін, ақылдарыңды қолдануларың үшін деп Алла Тағала не қылып жатыр, айтып жатыр. Енді осы Құран кәрімнің араб тілі Юсуф алейхиссаламда. Сонда басқа балалары не? Қызғанғанда. Көрдіңіз бе? Міне осы ретте құрметті жамағат, біз алатын үлгі өнеге бұл жерде. Балаларымыз қанша болса да, ешқашанда бір баламызды басқа баламыздан енді бәрібір де жақсы көріп тұрамыз ғой. Дегенмен де ол нәрсені білдірмеуіміз керек екен да. Мысалы, атасының ізін қуған, әкесінің ізін жалғайтын баланы әкесі болса да жақсы көреді. Дұрыс па? Мысалы, әке егер көлік жөндейтін кісі болса, егер ана балалардың ішіндегі бір баласы өзіне тартып, сол көлікке қызығып, әкесінің қасынан табылатын болса, анау әке ана баланы жақсы көрмей қайтеді. Дұрыс па? Оны қатты жақсы көреді басқа балаларына қарағанда. Бірақ ешқашанда не қылмау керек екен? Оны білдірмеу керек екен, сездірмеу керек екен. Басқа балаларын да мына жаңағы 5 саусақ әрқайсысы жаңағы қандай адам үшін орны бар болатын болса, сол сияқты балаларының да әрқайсының әке үшін орны бар екендігін ұқтыру керек та. Одан кейін себебі біз егер бір балаға бүйіріміз бұрып тұратын болса, ертеңгі күні басқа балалардың да қызғанышын оятамыздағы, ол балалардың арасындағы ертеңгі күні үлкен дауға ұласатын мәселе болып кетуі мүмкін, Алла сақтасын. Бір кісі айтады: мен дейді балаларыма дейді, үйде бірнеше балам бар дейді, бір банан алып келем дейді, бір түп банан алып келем дейді. Сөйтіп жаңағы банан алып келем дағы, берем қолдарына дейді. Сонымен олар не істейді? Сол бананды бөлісіп жейді дейді. Менің шамам келеді дейді, әрқайсысына бір банан қолдарына ұстатуға дейді. Бірақ мен балаларым бөлісуді үйренсе екен деймін дейді. Көрдіңіз ба? Міне осы нәрселермен кішкене біз тәрбиелеуіміз керек екен. Енді анау Виктор Гюго деген батыстың ойшылы бар екен, сол кісінің айтқаны бар екен: мейірімді болу оңай, әділ болу қиын дейді екен. Балалардың бәріне мейірімді бола бересіз, бірақ әділ бола алмай қалады екенсіз да кейде. Бір балаға бәрі бүйір бұрып тұрады екен. Сол үшін де біз барынша осы нәрседе кішкене әділдік танытуға тырысқанымыз дұрыс болады екен, иншалла. Құрметті жамағат, сонымен қызғаныш оянады балалардың арасында, бауырлардың арасында. Не дейді? Мына біздің әкеміз дейді, Юсуфты бізге қарағанда әлдеқайда қатты жақсы көреді. Бұлай кете берсе, Юсуф әкеміздің жүрегінен мықтап орын алады. Біз болсақ қалып кетеміз дегендей. Сонымен не істейді? Біз бұны бір жақты қылайық. Біреу айтады, Құдай сақтасын, Юсуф алейхиссаламды өлтірейік дегенге дейін барады. Енді біреу айтады, жаңағы құдыққа тастайық дейді. Сонымен ойдағырда бір сөзге келіседі, құдыққа тастаймыз деген келісімге келеді екен дейді. Сонан енді Юсуф алейхиссаламды әкелерінен сұрап алмай ма? Сонда сұрап алған кезде жаңағы айтып, ешқандай уайымдамаңыз, біз бір Юсуфқа қараймыз, ойнатып келейік деп жаңағы. Сол мекенде жаңағы қасқыр көп жайлаған мекен екен. Қасқыр жеп қоймасын деп әкесі уайымдаса да, біз енді 10 шақты адамбыз, 10 шақты балада
себебі Юсуф бар, одан кейін одан кіші Бунямин деген Юсуфтың інісі бар. Бұлар екеуі кішкентай болғаннан кейін ана 10 шақты үлкен бала, ересек балалар ғой енді. Сонда біз 10 шақтымыз тұрып, қалай Юсуфты біз қасқырға жегізіп қоямыз деп жаңағы сөздерін айтып, сонымен не істейді? Юсуф алейхиссаламды алып кетеді екен дейді. Сонымен алып кетеді, апарып жаңағы ұрып соғып, құдықтың түбіне тастап, содан енді осы жерде қараңыздар, бір нәрсе айта кетейік. 3 түрлі көйлек бар, Құранда айтылған. Үшеуі де бір кісіге тиесілі. Бірінші көйлек өтірікке себеп болған, екінші көйлек жалғанның бетін ашқан, үшінші көйлек соқырдың көзін ашқан. Осы нәрсені ұмытпайық, иншалла. Енді сонымен жаңа бауырлары құдыққа тастағаннан кейін Юсуфты Құранда айтылады, Алла Тағала айтады: "Астаиду билля, ваджау ала камисихи бидамин кадиб". Олар дейді, Юсуфтың көйлегіне дейді, өтірік қанды жағып қойды дейді. Сөйтіп өтірік қанды жағып қойды дағы, соменен жаңағы не қылды, кімге келді дейді, әкелеріне келді дейді. Осы жерде қараңыздар. Ваджау абахум айша'ан ябкун. Олар әкелеріне кешқұрым жылап келді дейді. Кешқұрым жылап келді дейді. Бірақ айтып атқан сөздері өтірік. Юсуфты қасқыр жеп кетті деп айтады. Енді қараңыздар, осы аятта дәлел болады бізге, қандай бір адамның жылап тұрып, көзіне жас алып айтқан сөзі, әлгі жылағаны ол сөзінің растығын білдірмейді екен. Түсінікті ғой, көзіне жас алып, жаңағы өлердегі сөзін айтуы мүмкін бір адам мысалы үшін. Бірақ ол өтірік болуы мүмкін екен да. Не деді? Ваджау абахум айша'ан ябкун. Кешқұрым олар жылап келді әкелеріне дейді. Тағы да бізде мынандай, қазақта мынандай сөз бар, біреуден қарыз сұрайды, мынаны әкеп бересің ба десе, әкеп берем, өтірік айтпайсың ба, алдап кетпейсің ба десе, неге алдаймын, түн жамылып тұр ғой деп айтады. Дұрыс па? Түн жамылып тұр ғой, мынау түн жамылып тұр, мен қалай өтірік айтамын дейді. Бірақ түн жамылып тұрғаны ол өтірік айтуға не емес екен? Кедергі емес екен. Не деді Алла Тағала? Ваджау абахум айша'ан ябкун. Олар әкелеріне кешқұрым жылап келді дейді. Мінекей, осы аятта осындай үлгі өнеге бар екен, құрметті жамағат. Одан кейін, сонымен құрметті жамағат, Юсуф алейхиссаламды не істейді? Құдықтың түбіне тастады. Енді Юсуф алейхиссаламды жаңағы сатады ғой енді. Сонда Юсуф өзі түрі сондай сымбатты, әдемі, көрікті бала екен. Айнаға қарап кейде бүйтіп айтады екен дейді. Мен сондай әдемімін, сұлумын. Сірә мен егер құл болатын болсам, сатылатын болсам, өте қымбат бағаға сатылатын шығармын деп айтады дейді. Сөйтіп айтқан екен да. Сонда қараңыздар, Алла Тағала мінекей осы нәрсенің, осы түсініктің дұрыс емес екенін ұқтырып, енді Юсуфты тәрбиелеп жатыр ғой Алла Тағала. Сонда қараңыздар, Алла Тағала қалай жасап қойды? Астаиду билля, ва шарауху бисаманин бахсин дарахима ма'дуда дейді. Сонда бауырлары дейді, әлгі Юсуфты дейді, өтіп баратқан керуенге дейді, бір санаулы бір тиын тебенге сатып жіберді дейді. Көрдіңіз ба? Санаулы тиын тебенге не жіберді? Сатып жіберген екен да. Бұл деген сөз не? Бұл деген сөз, құрметті жамағат, бізге үлгі өнеге да. Ешқашанда адам баласы өзіне баға пішпеу керек екен. Ой, мен кереметпін, мен мықтымын, мен жақсымын деген нәрсе не қылмау керек? Ешқашан айтпау керек. Сізге бағаны беретін бірінші кезекте Алла Тағала, екінші халық. Түсінікті ғой, адам өзі береді сізге бағаны. Міне сол үшін ешқашанда адам өзін мақтанып, жаңағы дандайсып, өзін жоғарылата беруге тырыспауы керек екен, құрметті жамағат. Сонымен мен енді қысқа кетуге тырысайын, уақытымызды үнемдеу мақсатында. Юсуф алейхиссалам сатылып Мысырға кетіледі. Құдықтың түбіне тасталып бірнеше күн құдықта қалады, құдықтың түбінде жатады. Одан шығарылып, сатылып жаңағы Мысырға кетіледі. Мысырға апарылғаннан соң ол жақта жаңағыдай тағы да сатылады ғой. Сонда оны әлгі керуеннің егелері Юсуфты сатады. Сонымен Мысырдағы жаңағы қазіргі Каир қаласы ғой енді, баяғыда Мысыр деп атаған, соның әкімі сатып алады ғой. Әкімі өзінің әйелі үшін сатып алады. Әйелінің аты жаңағы Зулейха. Сөйтіп сол үйде не қылады? Өсіп жетіледі. Өсіп жетіледі. Содан жаңағыдай Зулейха кейін, өскеннен кейін жаңағы кім Юсуф қызығып, соған жаңағы ой кетіп, не істейді? Оны жаңағы алда барбап,
өзінің жаңағы бөлмесіне кіргізіп алады оған. Содан жаңағы есіктердің бәрін жауып тастайды дағы, бөлмесіне кіргізіп алып, сонымен жаңағы не дейді, бүйтіп айтады екен: "Хәй тәләк, мінеке, ал мені, мен сенің алдында тұрмын", деп жаңағы не қылады, Юсуфқа өзін ұсынады екен. Сол кезде Юсуф алейхиссалам не дейді? "Маазалла, Алла сақтасын, Аллаға сыйынамын, инне ахафулла, расында мен Алладан қорқамын" дейді. Бұл жерде бізге қандай үлгі өнеге бар, құрметті жамағат? Мысалы, кейбір адамдар әйелдерге қызығады. Кейбір адамдар әйелге қызықпайды, еркектер, кейбір еркектер дүниеге қызығады. Кейбір еркектер болады, машинаға қызығады. Кейбір еркектер үйге қызығады, мысалы үшін. Кейбір еркектер жылқыға, атқа қызығады, мысалы үшін. Өткенде бір Құдай аста отырған кезімізде, жексенбі күні етін бір кісі кешігіп келді да, әйелі бұрын келген екен, бір кісі кешігіп келді. Неге кешігіп келді деп сұраса, мал базардан келе жатыр екен жаңағы. Сөйтсе жаңағы отырған әйелі айтады да, "Ой, бұл өзі сөйтеді, базарға барады, ештеңе алмайды, мал базар." Сосын мен айтып отырмын: "Әпке деймін, осы әйел кісілер де өзі базарға барады, немесе дүкенге барады, ештеңе алмаса да жүре береді ғой деймін ғой жаңағы. Солай ғой өзі. Жаңағы анау алмағанның өзін ананы көрсе, бағасын сұраса, соған қызығады, не қылады, мысалы үшін. Кейбір адамдардың былай айтқан кезде осы нәрсеге қызығуы мүмкін да. Қысқасы, адамдардың қызығушылығы әртүрлі болады деген сөз. Қысқасы, сіздің алдыңызға, бірақ адал жолмен емес, арам жолменен сіз қызыққан бір дүние келіп тұратын болса дейді, егер сіз "Маазалла, инни ахафуллах" деп айта алсаңыз, міне сіз сол кезде құтыласыз да. Көрдіңіз ба? Ал егер сіз өйтіп айта алмасаңыз, жаңағы сізге келіп тұрған, сізге ұнайтын нәрсені харам болса да, харам жолмен болса да алуға талпынып тырысатын болсаңыз, онда сіз құтылған жоқсыз, онда сіз тұтылдыңыз да. Ертең күнгі азаптан сіз құтыла алмай қаласыз, ертең күні. Міне сол үшін, мысалы сіз бір қымбат бір көлікке қызықсаңыз, бірақ әлгі көлік сізге оңай жолмен келейін деп тұр да. Ол қандай жол? Лотерея жолы да. Не істейді? Жаңағы 5000 теңгеден қаншадан ойнатады? Мысалы, машинаны 5000 теңгеден ойнатады, ана жерден де бір 1000 адам болуы мүмкін, немесе жаңағы қанша адам қатысады сол лотереяға. Барлығы 5000 теңге тастайды. Сонымен жаңағы ана жерде ойнатады. Сөйтіп 5000 теңге, әйтеуір біреуінің есіміне аты жөні шығады ана жерден. Сөйтіп сол 5000 теңгеге жаңағы машинаны алып кетеді, алып кетеді. Былай қарасаңыз, оңай олжа да. А бірақ бұл олжа дұрыс па? Бұл дұрыс емес. Себебі бұл харам. Қаншама адамдар бар 5000 теңге беріп қағылып қалды, ала алмады. Ол жерде жаңағы лотереяның егелері ұтылып жатқан жоқ, олар қаншама ақша түсіріп жатыр. Машинаны былай айтқан кезде өте қымбат бағаға сатып жіберіп жатыр да. Көрдіңіз ба? Міне сол үшін де осындай нәрсе келген кезде міне келіп тұр. "Кеш, мен 5000 теңге берші, мені салшы, ұтасың" деп біреу жаңағы азғырып тұрған кезде, "Маазалла, инни ахафулла" деп айта алсаңыз сіз, "Мен Аллаға сыйынамын, Алладан қорқамын" деп айта алсаңыз, міне осы кезде сіздің ұтқаныңыз иншалла. Сақтайық. Қысқасы не керек? Юсуф алейхиссалам сол жерде жаңағы Алланың бір күш-қуат беруіменен құтылады ана жерден. Сөйтіп есіктер өздерінен өзі ашылып кете береді. Содан жаңағы есіктің алдына келген кезде 7-ші есік, 7 есік ашылады. Мен қысқартып айтып жатырмын. Сонымен жаңағы үйдің егесі, қожайын, жаңағы әкім ғой, сол кеп қалады. Сонымен жаңағы не қылады? Анау әйел кісі бірден өзгеріп шыға келеді ғой. Не істейді? "Мынау мені зорламақ болды" деп жаңа не қылады. Естеріңізде болсын, сізді бір харам іске шақырған адам, жүр барып жаңағы бір оңай жерден бір дүние бар екен, алып кетейік барып. Жүр, бірге барайық деп шақырып жатқан адам, мысалы үшін. Біліңіздер, егер жеме-жемге келетін болса, ең бірінші сізді лақтыратын, ең бірінші сізді сататын сол адам болады. Көрдіңіз ба? Юсуфты анандай жерге шақырып алып, ақыр соңында Юсуф мені зорламақ болды деп не қылды? Бірден жаңағы өзгеріп шыға келді. Енді осы жерде бір Алла Тағаланың бір керемет көмегі болады. Бұл жерде енді пайғамбардың мұғжизасы не болды? Юсуф алейхиссалам айтады ғой. Анау қожайын айтады дейді. Анау әйелдің сөзіне сеніпті былай қарағанда. Юсуф дәлдеп бере алмай жатыр. Куәгерің бар ма десе, куәгерім жоқ дейді. Содан Алла Тағала аян сүреттағы бір кезде куәгерім бар дейді. Сол жерде Зулейханың бір туысының кішкентай нәрестесі. Бұл тәпсірде жазылады, тәпсір кітаптарында жазылған. Сонда сол нәрестені алып келіңіздер, сол куәгер болады деген кезде, ана жерде кішкене күледі, бұл қалай бұл кішкентай нәресте деп. Мейлі алып келсінші деп жаңа келіседі дағы, соны алып келген кезде,
Юсуф алейхиссалам әлгі баланың басынан сипап тұрып, айналайын айта ғой деген кезде, сол бала не істейді? Егер мына Юсуфтың көйлегі алдынан жыртылған болса дейді, ол жерде жаңа Юсуфтың көйлегі жыртылған болады. Соңғы сәтте жаңа есіктің алдына жақындаған кезде Зулейха жабысып үлгереді ғой. Сол кезде киімі жыртылған болады. Егер Юсуфтың көйлегі алдынан жыртылған болса, онда Зулейха рас айтады, Юсуф өтірік айтады дейді. Егер Юсуфтың көйлегі артынан жыртылған болса, Зулейха өтірік айтады, Юсуф рас айтады дейді. Сонымен жаңағы көйлек артынан жыртылған болады. Қысқасы, ойдағырда жаңағы не болды? Осы оқиғада Юсуфтың жаңағы дұрыс бағытта екен. Оның былай айтқан кезде қателік жасамағандығы көрініп тұр ғой енді. Бірақ десе де осы мәселені жылы жауып, ешкімге білдірмей не қылады? Айтпауға тырысады үйдің егесі. Әйеліне бір жола кешірім берген болады. Бірақ қараңыздар. Содан бұл әңгіме жерде жатпайды ғой, тарап кетеді жан-жаққа. Содан әйелдердің барлығы айналадағы анау Зулейха өзінің құлыменен жаңағы ойнас қылмақ болған екен деген сияқты сондай бір нені айтқан кезде, жаңа Зулейха шыдай алмай, ой әйелдердің бәрін шақырып алады дағы, не істейді? Ас беріп, жаңағы жеміс-жидек беріп, қолдарына пышақтар ұстатып, сонымен не істейді? Юсуфты олардың алдарына шығарады ғой. Сол кезде Юсуфты көрген кезде олар не істейді? Қолдарын тіліп, тілгілеп, соны байқамай қалады өздері, Юсуфты көрген кезде. Бұны мен нен білдірмекші? Қожайынның алдында мен кінәлі емеспін, Юсуфтың осында жүргеніне себепті мен азғырылдым, оған Юсуф кінәлі деп айтпақшы да. Сенбесең тек қана мен емес, басқа да әйелдер де азғырылады бұл нәрсеге. Бір жағынан әйелдерге де түсіндірмекші, мына Зулейха өзінің жағдайын. Менің орнымда болсаңда сендер де сол нәрсеге баратын едіңдер дегендей. Қысқасы, сол кезде ана әйелдер не істейді? Юсуфты жаман істерге шақырады әрқайсысы. Сонда Юсуф алейхиссалам бүйтіп айтады ғой: "Роббиссижну ахаббу илейя мимма ядуунани илей". Ей Раббым, мына әйелдердің шақырған нәрсесіне қарағанда мен үшін түрме, мен үшін зындан әлде қайда қайырлы дейді ғой. Сөйтіп зынданға түсуді қалайды екен, сонымен зынданға түсіріледі. Содан зынданға түскеннен кейін не болады? Оқиғаны мен қысқартайын. Сонда жаңағы бір 2 жас жігіт, ол да сол Юсуфпен бірге түрмеге түскен болады, екеуі түс көреді. Содан Юсуф алейхиссалам олардың түстерін неғып береді? Жорып береді. Содан біреуі аман қалатын болады, түстің жорымы бойынша патшаның қасында қызмет жасайтын болады, біреуі болса өлтірілетін болады, солай жорып береді оларға. Содан анау босап шығып баратқан кезінде Юсуф айтады ғой: "Сен менің жағдайымды ана патшаға жеткіз" дейді ғой. Сонда бірақ ол барған соң ана тіршілігімен қауырт тіршілікпен жүріп не қылады? Ұмытып кетеді. Шайтан ұмыттырады оны. Содан не істейді? Біраз уақыттан кейін патша бір түс көреді екен дейді. Түсінде 8 жаңағы семіз сиырды дейді, 8 арық сиыр жеп жатыр екен дейді. Түсінікті ғой, иә? Кешірім сұрайым. 7 семіз сиырды 7 арық сиыр неғып жатыр? Жеп жатыр екен. Содан кейін 7 жаңағы бидайдың сабағын көреді, масағын көреді. Сонда не істейді? Біреуі жаңағы 7 құрғақ екен, тағы 7 не екен? Жап-жасыл екен дейді. Содан осы түсті кім жорып береді деген кезде, ана жақынға шақырғандар, жаңағы нелері, патшаның жақындағы адамдар ешқайсысы жорып бере алмайды. Неше түрлі жаңағы өздерінің жаңағы Аллаға серік қосатын діндерінде жүрген адамдар бар, олар ешқайсысы жорып бере алмайды түсті. Бұл әшейін қорқынышты түс, бұның ешқандай жорымы жоқ деп айтады. Сонда ана жерде қызмет жасап жүрген жаңағы қызметкер не істейді? Маған рұқсат беріңіздер, осы түстің жорымын мен біліп келемін дейді ғой. Сөйтіп түрмеге сұранады, түрмеге барып Юсуфпен жолығып айтқан кезде Юсуф алейхиссалам бұл түстің жорымын айтып береді екен дейді. Сонда бұл түстің жорымы жаңағы 7 тоқшылық жыл болады дейді. Одан кейін сол 7 тоқшылық жылдан кейін 7 жаңағы ашаршылық жыл, жұт жылы болады дейді. Құрғақшылық жыл болады дейді. Мына 7 тоқшылық жылда сіздер көбірек егін егіңіздер, бидай егіңіздер, астық. Содан жаңағы жегендеріңізден артылғанын көбірек сақтаңыздар, қамбаларға сақтаңыздар дейді. Сөйтіп мынау кейін жұт болатын, ашаршылық болатын жаңағы 7 жылда сіздер мына жинаған астықпен өтіп кетесіздер, халыққа көмегіңізді тигізесіздер деп осындай бір жорым айтқан кезде бірден патша не істейді? Юсуфты менің алдыма алдырыңдар дейді ғой. Мен оны өзім қасымнан анау
өздерінің қолдарын кесіп тілгелеген ана әйел кісілер бар ғой, солар менің арамдағы мәселе айқындалмайынша, ашық жағдайға жетпейінше мен бұл жерден шықпаймын дейді ғой. Сонымен бұл жерде Юсуф алейхиссалам нені қалап тұр? Бұл жерде үлгі өнеге бар. Юсуф алейхиссалам амнистияменен, жаңағы жеңілдікпенен, кешірімменен түрмеден босап шығуды неғып тұрған жоқ? Қалап тұрған жоқ. Қалай шығуды қалап тұр? Ақталып шығуды қалап тұр. Бұл жерде өте маңызды, құрметті жамағат. Себебі ол негізі ақ. Қазақ айтады, не дейді? Аққа Құдай жақ дейді. Мына ол ақталып шыққысы келіп жатыр. Сонымен жаңағы патша не істейді? Ана мәселенің бәрін төңкереді ғой. Баяғы архивте жатқан нәрседен бәрін төңкерген сияқты. Сонымен не істейді? Мәселенің бәрін төңкеріп келген кезде, ана әйелдердің бәрін жаңағы қысқан кезде барлығы не істейді? Мойындайды ғой. Зулейханың өзіне шейін мойындап кетеді. Иә, мен кінәлімін бұл жерде, мен азғырдым, оның ешқандай кінәсі жоқ деп не істейді? Мойындайды. Сонымен Юсуф алейхиссалам ақталып не қылады? Шығады екен. Сонымен жаңағы 7 жылда өзі басқарып, жаңағы тоқшылық жылда қазынаны басқаратын кісі болады. Кейін ол кісі жаңағы ашаршылық жылдарынан өткізеді, халықты, елді. Соның ішінде не қылады? Қараңыздар. Қазынаны басқарады. Мен бір нәрсені ұмытып кеткен екен, құрметті жамағат. Мынау бағанағы түрмедегі 2 жігіт кеп түстерінің жорымын сұраған кезде бүйтіп айтады ғой. Астағизу билля, инна нарака минал мухсинин. Ей Юсуф, бізге түсімізді жорып берші. Біз сені жақсы адам деп көріп тұрмыз дейді. Яғни түсті кімге жорыту керек? Жақсы адамға жорыту керек. Кез келген адамға түсімізді айта бермеуіміз керек та, тек қана жақсы адамға айтуымыз керек деген сөз. Осы нәрсені есте сақтап тұрайық. Одан кейін не болады? Юсуф алейхиссалам жаңағы қазынаны басқарып тұрған кезінде енді анау жиналған бидайларды жұт жылдарында таратады ғой, халыққа береді ғой. Сонда сол көмек алуға келгендердің қатарында Юсуфтың баяғы бауырлары да келеді екен. Көрдіңіз ба? Сол бауырлары келеді, сонымен бауырлары келеді дағы көмек сұрайды ғой. Бізге көмек беріңіз. Біз сізді жақсы адам деп көріп тұрмыз деп айтады. Қараңыз, бұл жерде өте маңызды мәселе. Бұл жерде Юсуф алейхиссалам әкім болып қойған кезі, әкімдік мәртебеге жеткен кезі. Түрмеде жатқан кезде не деп айтылған еді Юсуф алейхиссаламға? Біз сізді жақсы адам деп көріп тұрмыз деді. Көтеріліп, әкім мәртебесіне жеткен кезде де халық не деп айтып жатыр ол кісі жайында? Біз сізді жақсы адам деп көріп тұрмыз дейді. Бұл жерде қандай үлгі өнеге бар, құрметті жамағат? Мейлі төмендеп кетейік, мейлі жоғарылап кетейік, біз өзіміздің жақсы деген сипатымызды сақтап қалуымыз керек екен, иншалла. Адамгершілік, адамдық деген нәрсені біз не алмауымыз керек, одан айырылып қалмауымыз керек екен. Мінекей, бұл осы нәрсе. Мейлі жаңағы таққа отырайық, мейлі тақтан түсейік, қандай жағдай өзгеріс болмасын өмірімізде, мейлі қызметке тағайындалайық, мейлі қызметтен кетейік, ол өзгерістер біздің мінезімізге, біздің жақсы болмысымызға жаман жағынан не қылмау керек? Әсер етпеу керек екен, құрметті жамағат. Сонымен енді осы жерде қысқа қайырайық. Юсуф алейхиссалам жаңағы ана бауырлар келген кезде Бунямин деген бауырының бар екендігін біледі ғой енді өзі де, інісінің бар екен. Сонымен әлгілер оны ертіп келмеген болады. Соны ертіп келіңдер дейді. Соны келесі келгендеріңді дейді. Сонымен жаңағы не қылады? Бауырларын ертіп келеді екен. Сонда сөйлесіп, танысып отырып, Юсуфты олар танымайды. Бірақ әрқайсысын жаңа не қылады? Сонымен қараңыздар. Кетіп баратқан кездерінде Буняминнің дорбасына бір қымбат бір бұйымды салып қояды. Сонымен жаңағы кетіп баратқан кезде жолдан ұстап алып, ұрлық болды деп. Сонымен не істейді? Алып келеді қайттан. Сонда қараңыздар. Осы жерде бұл жерде мәселе Юсуф алейхиссалам мен Буняминнің екеуінің арасында келісіммен болған нәрсе еді бұл. Сонда қараңыздар, әлгі бауырлар айтады ғой, егер бұл ұрлаған болса дейді, бұның бауыры баяғыда бар еді, бір бауыры, ол да ұрлаған еді деп айтады. Сонда қараңыздар, ин сарақа фақад сарақа ахун лаху мислух дейді. Яғни Юсуф алейхиссаламның баяғыда бір ұрлық жасағанын меңзеп тұр да. Негізі ол жерде де бір мәселе бар, ол тақырыпқа кірмей қойық. Қысқасы, осы жерде қараңыздар. Юсуф алейхиссалам бүйтеді ғой.
мынау сендер дейді сондай жаман ойдасыңдар дейді да Юсуф алейхисалам. Бірақ бұны ойлайды тек қана. Олардың бетіне не қылмайды? Айтпайды, бетіне баспайды. Бұл деген сөз, бұл жерде де бізге үлгі өнеге бар, құрметті жамағат. Біз өзіміздің бауырларымыздың қандай да бір кемшіліктерін білетін болсақ, көретін болсақ, еш қашанда ол бауырларымыздың бетіне басып, оларды жағы ұялдырып, оларды қинап қоймамыз керек екен да. Кешірімді бола білуіміз керек екен. Тіпті жаңағы айтатын кездің өзі келгеннің өзінде, егер бауырлардың арасында сызат түсіретін болса, бауырлардың аралас құралас өмір сүруіне кедергі жасайтын болса, біреудің бауырлардың ренжісіне себепкер болатын болса, онда айтайын деп тұрған нәрсеңді жұтып, оны айтпай қоя салған жақсы екен да. Себебі Юсуф алейхисалам осы жерде солай жасады. Айтқысы келді, бірақ не қылды? Айтпады. Іштей жасырды дейді сол нәрсені. Бұл жерде үлкен үлгі өнеге бар. Сонымен енді қараңыздар, әкелеріңді ертіп келіңдер дейді ғой. Юсуф талап қояды. Сол кезде біздің әкеміз келе алмайды, әкеміздің жаңағы көзі соқыр деп айтқан кезде үстіндегі көйлегін шешіп береді екен. Мына көйлекті апарып әкелеріңнің көзіне сүртіңдер, көзі көріп кететін болар дейді. Сонымен барып әкелерін жеткізген кезде анау алыстан иісін сезіп қояды ғой Юсуфтың. Сонда жаңағы иіскеп тұрып көзі ашылады. Себебі жылай-жылай көзі соқыр болып қалған екен дейді, зағип болып қалған екен дейді. Содан көзі ашылады. Сонымен бауырлары бар, әкесі бар, жаңағы аналары бар, бәрі келеді Юсуфтың алдына қайттан. Сонымен жаңағы не істейді? Буньяминді жаңағы кепілдік алған ғой, қасында тұр. Сол кезде барлығы келген кезде, сонымен «Анта Юсуф, сен Юсуфсың ба?» деп айтады барлығы, бауырлары. Сол кезде «Нағым ана Юсуф, ва хаза ахи». Иә, мен Юсуфпын, ал мына болса менің бауырым дейді ғой. Сол кезде барлығы, әкесі де, шешесі де, жаңағы бауырларды барлығы не қылады? Сәждеге жығылады екен дейді. Енді бағана ғана мен айтқан едім, құрметті жамағат. Ал бастапқы алғашқы аяттардағы бір мәселе бар, соны мен айтамын дегенмін. Ол жерде қараңыздар, не деді? «Инни раайту ахада ашра каукабан ва шамса вал қамара раайтухум ли сажидин». Ей әкешім, мен түсімде 11 жұлдызды және күн менен айды маған сәжде етіп жатқанын көрдім дейді ғой. Осы аятты тәпсірлеген ғалымдар айтады, Юсуф алейхисалам дейді, бұл түстің жорамалын негізі білген еді дейді. Қандай дәлел бар бұған десе, себебі бұл аяттағы мына есімдік деген нәрсе бар ғой, орысшада местоимение дейді, ол олар деген сөз. Не деді? Мен 11 жұлдызды және күн менен айды көрдім. Олардың маған сәжде етіп жатқанын көрдім. Сол кезде олардың деп айтқан кезде адамдар үшін қолданылатын есімдікті қолданып тұр екен Алла тағала. Юсуф солай айтқан екен да. Яғни мына 11 жұлдыздың күн менен айдың адамдар екендігін Юсуф не қылған? Білген екен да. Себебі Алла тағала оған жаңағы түс жоруды үйретіп қойған ғой. Көрдіңіз ба? Кішкентай бала кезінен түс көреді, өзінің түсін өзі жорып береді екен. Сондай бір қабілетке ие екен да, Алла тағала сондай жасап қойған екен. Мінекей құрметті жамағат, сонымен бағанағы көйлек мәселесін еске түсірейік. 3 түрлі көйлек бар, үшеуі де бір кісіге тиесілі. Бірінші көйлек өтірікке себеп болған, Юсуфтың көйлегі қан жағылды ғой. Қасқыр жетті деп өтірік айтты. Екінші көйлек жалғанның бетін ашты. Ол қай көйлек? Анау Зүлейханың жыртқан көйлегі. Үстіндегі көйлегі, Юсуфтың артынан жыртылған еді. Ол көйлек не болды? Жалғанның бетін ашты. Үшінші көйлек соқырдың көзін ашты. Ол қай көйлек? Әкесіне жіберген көйлек екен. Міне осындай, мен енді қысқартып айтуға тырыстым. Ішінде талай-талай әлі де өнегелер көп, бірақ уақытымыздың тығыздығына байланысты осымен иншалла шектелейік. Алла разы болсын баршаңызға, осы жерде тоқтаймыз. Субханакаллахумма бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астағфирука ва атубу илейк ва ахиру дa'wana алхамдулиллахи rabbil alamin. Bir taraf sana bak. Aleykümselam. Bizim tarafa geldiğinde Allah razı olsun. Жақсы. Енді қараңыздар. Пайғамбарлардың маасум деген сипаттары бар. Барлық пайғамбарларда бар. Маасум деген сөздің мағынасы күнәдан қорғалған деген сөз. Алла тағала ол пайғамбарларды қалай да күнәдан қорғайды. Бұл жерде мәселе не?
анау бір-біріне жаңағы қызығушылықтары туындады деген мағынада Құранның аяты бар, дұрыс. Сол арада жаңағы не қылды, бір-біріне қызығушылық туындап қалды дейді. Бірақ Алла тағаланың бір аяты болмағанда дейді, бір айғағы, бір жаңағы қуатты бір дәлелі болмағанда сол жерде де Юсуфқа көрсетілген. Юсуф алейхисаламға бір нәрсе көрсетілген екен да, сонымен не қылды, Юсуф алейхисалам бірден райынан қайтты дейді. Көрдіңіз, Алла тағала қорғады. Әрине жаңағы сөз айту дұрыс емес, егер ол нәрсе болмағанда еді, Юсуф алейхисалам сол жаңағы іске барып қоятын еді деген. Ол аятта ондай сөз жоқ. Аятта не деді? Мына әйелде Юсуфқа қызығушылық пайда болды, Юсуфта да оған бір қызығушылық пайда болды деді. Жай ғана қызығушылық қана болды. Лақад хамма биха. Яғни хам деген сөз жаңағы бір нәрсеге қызығушылықты білдіретін сөз да ол. Әйтпесе ол Юсуф алейхисалам егер сол жерде Алла тағала бір айғағын көрсетпегенде еді, күнәға баратын, ауыр күнәға, қылмысқа баратын еді деген ондай мағына ол жерден шықпайды екен. Сол үшін пайғамбарлар жайында біз ондай нәрсені яғмаймыз, айтпайды екенбіз, иншалла. Айғақ деген құттың бетін жабады ғой. Енді оны біз қалай болған мүмкін тәпсірші ғалымдар әртүрлі қылып айтатын шығар, мен өзім білмейді екенмін шыны керек. Оны қарау керек. Енді осы ретте. Яғни Юсуф алейхисаламның көйлегін жіберді, жолдады, апарып берген кезде Яқуб алейхисалам Юсуфтың көйлегін ұстап бетіне сүрген кезде көзі көріп кетті, мысалы. Бұл жерде мұғжиза, пайғамбардың мұғжизасы. Екіншіден, бұл жерде не ғой? Мынау бізде аталарымыздан қалған бір не дейді жаңағы, мысалы бір киімді, нені, әкемнің көзі, атамның көзі жаңағы, үйде үлкен кісілер қайтыс болса, жаңағы киіміне таласып жатамыз ғой, мысалы үшін. Балалары, немерелері, тәбәрік деген нәрсе, мінекей. Тәбәрік деген сөз, бұл арабтың тәбәррук деген сөз, яғни берекесін күту. Әлгі заттың берекесі тиісін, жұқсын деген мағынада ғой. Көрдіңіз ба? Ол тәбәррук деген нәрсе, ол ақиқат, ол бар нәрсе. Қарап отырсаңыз, Құранда да сол нәрсе қамтылып тұр да. Пайғамбар алейхиссалату вассаламның көйлегіне де таласқандар болған. Білесіздер, бір әйел кісі дейді, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бір киім тігіп берді. Бұл Бұхариде бар хадис. Сол кезде Алланың елшісі, мына киімді сізге арнайы тіктім деп, алыңызшы, киіңізші деп әкеп берген екен дейді. Сөйтіп әлгі киімді алып пайғамбарымыз бөлмесіне кіріп кетті дейді, сахабалардың көзінше. Сөйтіп әлгі киімді киіп шығады. Сондай әдемі жарасып тұрады ана киім, үстіне құйып қойғандай. Сонда әлгі киім жарасып тұрған кезде бір сахаба тұрып айтты, Алланың елшісі, мына киім қандай әдемі киім, осы киімді маған беріңізші, сыйға тартыңызшы дейді ғой. Сол кезде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям не қылады? Бөлмесіне кіріп кетеді дағы, киімін, баяғы ескі киімін киетті, мына киімді алмастырып, салып, бүктеп, не қылады? Әкеліп ана кісіге береді. Егер бізге салса не дейтін ек осындай кезде? Беретін бек? Біреу сыйға тарса? Ана орыстың мақалын еске түсіретін ек қой, дұрыс па? Сөйтіп жаңағыдай орыстың мақалын еске алып жаңағы бергіміз келмей, ал бірақ не қылды пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям? Сұрап еді бір мұсылман бауыр, не қылды? Бер жіберді. Бұл жомарттықты көрсетті. Сонда кейін былай шыққаннан кейін әлгі сахабадан басқа сахабалар қасына келіп жаңағы сен неге сұрадың? Білесің ғой, пайғамбардың ол киімге мұқтаж екендігін, білесің ғой, пайғамбардан сұрасаң ол әлбетте беретіндігін. Неге сұрадың, сұрамай қоймадың ба? Ол кісіге сондай ұнап тұрған киім еді, көзінен көрінді. Неге алып қойдың ол киімді деп жаңағы ренішін білдірген кезде әлгі сахаба бүйтіп айтады, бұл Бұхариде келген хадис. Мен ол киімді өзім кию үшін алған жоқпын. Ертең күнге өліп кететін болсам, үстіме кебін болса екен деп алдым деген екен дейді. Сонда шынымен де ол кісі қайтыс болған кезде әлгі киімді кебін қылып пішіп берген екен сол адамға. Яғни бұл не деген сөз? Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның мүбәрак тәні тиген киім ғой. Көрдіңіз ба? Сол киімді алып өзіме кебін қылсам екен, ертең күні мына қабірде азапталмасам екен, жәннатқа жол тартсам екен деген бір үмітті қарап отырсаңыз. Ол сондай бір жақсы ниетпен сұраған екен да, субханалла. Мінекей. Алла тағалам соны нәсіп қылсын иншалла. Иә, дұрыс. Ол бар шынымен де. Яғни тәбәрік деген нәрселерді қарап алсақ, амалдарды көбінше сол сахабалардың өзінің жасағандығын көруге болады да иншалла.